Қайырлы күн, құрметті білім алушылар. Кешегі талдаған варианттың бұл бөлімін талдайтын боламыз, иә? Функциясының туындысын тап дейді. Так, f штрих x тең, так, a көбейтілген 1 бөлінген 2 түбір астында x минус 0. Так, мына жерден мына кетеді. Сонда 3 бөлімде түбір асты x қалады, иә? Так, қисығына жүргізілген жанама түзуіне параллель дейді. Бізде y1 6 түбір асты x минус 5, y2 3x плюс 5. Солай ғой. Бізде жалпы түзу сызықтың формуласы осылай. Сонда біздегі k дегеніміз мынау 3 болып тұр. K дегеніміз 3-ке тең. Енді бізде k-ның формуласы қалай еді? Туынды тауып орнына x нөлевойды қойсақ, сол кезде k шығады. Яғни ол 3-ке тең болып тұр. 3-ке тең болып тұр. Енді біз жаңа туындыны таптық қой. Мынау, иә? Так. Тең неге? 3-ке. Осы жерден біз x нөлевойды табайын деп тұрық қой. X нөлевой тең 1, яғни бұл жерден x нөлевойымыз 1-ге тең болды. Енді бізде мынандай формула бар еді. Y минус y1 тең kx минус x1 деген формула бар еді. Иә, есімізде болса. Енді не істейміз? Осы жерде қоятын болсақ, мен төбеге жаза берейін. Так, сонда y минус y1-іміз бізде қаншаға тең болды? Так, y1. Бізде мынау x нөлевой нүктемізді мына жерге апарып қояды екенбіз ғой. 6, так, 6 түбір астында 1 азайтып 5, яғни 1-ге тең болды. Енді жаңағы мына формаға апарып қоятын болсақ, сонда y минус y1-іміз 1-ге тең, k деген 3-ке тең, x минус x1-іміз 1-ге тең. Y минус 1 тең 3x минус 3. Y тең 3x минус 2. Яғни бізде бұл жанаманың теңдеуі. Келесі. 17-ші есебі. Так, 17-ші есепте. Былай жазып алайын. X-ті бөлшектің тұсына жібере салайын. Осыдан алғашқы есеп табатын болсақ, синус минус етін, минус косинус, яғни 1 бөлінген k болып түседі ғой. Иә? Так, 2-ден 1 x. Бізде мына 2-міз жоғарыға кетеді. Сонда минус 2 косинус x бөлінген 2. Плюсі болып тұр ғой. Яғни алғашқы функциямыз осылай. Минус 2 косинус x бөлі 2 плюсі. Енді интегралын тап дейді. Бұл есебінде функциясын графикамен жүргізілген. Так, бізде мына x1, мынау x2. Яғни a, b деген кесіндіміз ғой. Шектелген фигураны жазып, ауданды табыңыз дейді. Ал енді қарайық. S тең интеграл бөлімде төменгі шек 2 пи бөлінген 3, яғни ол пиден кіші ғой. Мынау 120 градус, мынау 180 градус. Синус x бөлінген 2. dx ғой. Ja? Так, бұның алғашқы функциясын тауып қоямыз. 2 минус 2 косинус x бөлінген 2. Так, төменгі шегі пи, жоғарғы шегі пи, төменгі шегі 2 пи бөлінген 3. Орындарына қоятын болсақ, минус 2 косинус x-ның орнына пиді қойып жатырық, это минус формула бойынша косинус 2 пи бөлінген 3 бөлімде x бар.
енді минус 2 косинус пи бөлінген 2 плюс 2 косинус. Так, 2 мен 2 кетеді мына жерде. Пи бөлінген 3 болады. Так, 2 косинус 90 нөлге тең. Қосылған 2 көбейтілген косинус 60 градуста 2-ден 1-ге тең. Яғни 1 болады. 1 квадрат бірлік. Келесі есебіміз. 18-ші есеп бізде қандай есеп келген екен? Иррационал теңіздік. Енді қарайық. Бірінші межеден анықталу облысын тауып алайық. Анықталу облысы. Яғни анықталу облысы бізде түбір астындағы сандар әрдайым нөлден үлкен немесе тең болатын. 3 мынаған 1, яғни аралыққа сызып алатын болсақ, минус 3, мына жерде 1, теңіздік үлкен, демек сырты боялады. Енді мен жағдайды қарастырғым келіп тұр. Бізде мына х-іміз теріс сан болғанда, яғни мына түбіріміз бізде әрдайым нөлден үлкен немесе тең болады ғой. Демек, түбір мынадан үлкен болып тұр. Мынаны минус жағдайды қарастырайық. Яғни минус жағдайында қарастырғанда ол бізде нөлден кіші сандар. Нөлден кіші сандар бізде мына түбірден міндетті түрде кіші болады. Енді осыны анықталу облысымен қиыстыратын болсақ, так, нөлден кіші дейді. Нөл нешеде? Біз осымен бірінші жауапты алайын деп тұрық. Яғни минус шексіздіктен минус 3-ге дейін. Бұл бірінші жауап. Екінші жағдай, егер х-іміз бізде нөлден үлкен немесе тең болып қалса, ондай да жағдай болады ғой. Ол кезде мына екі жағын квадраттаймыз. Так, квадраттап жіберсек, 2х минус 3, мына х квадрат бар кетеді. Сонда 2х минус 3 үлкен 0-ден, 2х 3-тен үлкен, яғни х үлкен 1,5-нан. Енді бұны анықталу облысымен қиыстыратын болсақ, так, минус 3, мынау 1, бізде сырты боялған анықталу облысы 1,5 мына жерде жатыр. Х-ің 1,5-нан үлкен дейді. Яғни екінші жағын таптық, 1,5-нан 3 шексіздікке дейін. Сонда мына есептің жауабы минус шексіздіктен минус 3-ке дейінгі аралық 1 бөлінде 1,5-нан плюс шексіздікке дейін. 1,5-ды жауапқа қабылдамайды бірақ. Осымен 18-ші есепті тәмамдадық. Келесі 19-ші есепті көрейік. Так, 19. Теңдеудің түбірлерін көбейтіндісін тап дейді. Былай қылайық. 12 көбейту 4 дегеніміз 2-нің квадраты, яғни 2х деп алайық. Болмаса бұлайынан жазайын. 2-нің квадратын х дәрежеге шығарамыз. Қосылған 18 көбейткен 9 дегеніміз 3-тің квадратын х дәрежеге шығарамыз. Тең 35 көбейту 6 дегеніміз 2 мен 3-тің көбейтін түсетін дұрыс па? Мыналардың орнын ауыстырып жіберуге болады. 2-нің х дәрежесін квадраттаймыз. Қосылған 18 көбейтілген 3-тің х дәрежесін квадраттаймыз. Тең 35 көбейту 2-нің х дәрежесі көбейтілген 3-тің х дәрежесі. Енді бізде мынау 2х-тің квадраты деген 2-нің х дәрежесінен 2 деген сөз. Так, 18 көбейтілген 3-тің х дәрежесінен 2 деген сөз. Барлығын 2-нің х, 3-тің х дәрежесіне бөліп тастайық. Так, мынаны бөлейік. Мынаны бөлейік. Мына жақта жазып қоя салайық, иә, ерінбей. Сонда бізде мынамен мынау кетеді, мынамен мынау кетеді. Мыналар толығымен кетеді. Сонда 12 көбейтілген 2 бізде мынау қалды ғой. Бөлімде 3, оны былайынан жақша сыртына шығарсақ болады. Бізде сосын мына жер қалды. 18, 2, так.
2-ден 3, х тең 35. Енді 3-тен 2-нің х дәрежесін а деп алатын болсақ, көсегінші тұра берсінші. Сонда 12а плюс бізде мынау кері айналып тұрған. Мына жерге жазсайын. 2-ден 3 дегеніміз мынаның кері несі болып тұр ғой. Сонда 1 бөлінген а болады да. Ол 1 бөліне түсіп кетеді. Минус 35 тең 0. Мынаған а береміз, мынаған а берейік. Сонда 12а квадрат минус 35а плюс 18 тең 0. Дискриминантпен есептеп шығаратын болсақ, А1-ді табатын болсақ, бізде 3-тен 2 болды. А2-ні тапқан жағдайда 4-тен 9 болды. Енді апарып мына жерге қоямыз. 3-тен 2-нің х дәрежесі тең 3-тен 2, яғни бұл жерде х-іміз 1-ге тең, бірінші түбір. 2-ден 3-тің х дәрежесі тең 4-тен 9, ол дегеніміз былайынан жазуға болады, 3-тен 2-нің минус 2 дәрежесі. Сонда х2-іміз бізде минус 2 болады. Бізге есептің шартында х1 мен х2-ні көбейт дейді, яғни 1-ге минус 2-ні көбейт дейді. Сонда жауап минус 2. Келесі. Есепті толықтырайын ойдам. 20-шы есепке көшейік. 20-шы есепте не дейді? Енді түсіп жатыр. Бізге ықтималдық келген сияқты. Кестеден мектеп оқушыларының шахмат және тоғызқұмалақ ойындарын ойнайтынына қатысты ақпарат көрсетілген дейді. 5-тен 2-сі тоғызқұмалақ ойнайды, яғни 5-тен 3-і ойнамайды. Шахмат ойнайды 4-тен 1-і, шахмат ойнамайды 4-тен 3-і. Сол сияқты шахмат ойнайды, шахмат ойнамайды. Шахмат ойнамайтын 0,6 болса, шахмат ойнайтыны 0,4. Бос ұяшықтарды толтырдық. Дұрыс па? Бос ұяшықтарды толтырдық. Енді осы оқушылар арасынан кездейсоқ бір оқушы таңдалды дейді. Табличты жазсай. 5-тен 3, 4-тен 3, 0,4. Осы оқушылар арасынан кездейсоқ бір оқушы таңдалды. Таңдалған оқушының шахмат ойнау ықтималдығы дейді. Яғни шахмат ойнау ықтималдығы. Шахмат ойнау ықтималдығы. А оқиғасы деп ала салайық. Бізде 5-тен 2-ні көбейтеміз. 4-тен 1-ге қосамыз. 5-тен 3-ті көбейтеміз. 0,4-ге. 0,4 дегеніміз бізде ол 10-нан 4 дегеніміз 5-тен 2 ойындап тұр ғой. Жеріне кетті. Сонда 10-нан 1 қосылған 25-тен 6. Егер ортақ бөлім 50 болса, мынаған 2 береміз, мынаған 5 береміз. Сонда 50-ден 12, 5, 17. Бөлімі 100, мына жер 34 болған жағдайда ықтималдығымыз 0,100-ден 34-ке тең болады екен. Келесі есепті көрейік. Осы оқушылар арасынан кездейсоқ таңдалған оқушы шахмат ойнайтын болып шықты. Осы оқушының тоғызқұмалақты да ойнау ықтималдығы қандай дейді. Енді бұл оқиғасы деп алайық. Бізде формула қалай еді? Ықтималдықтың классикалық формуласы осылай еді. Енді мына жерде бізде м дегеніміз жаңағы 5-тен 2-ге
төрттен бірді көбейтіп алайық. Бізде мына жерде кетеді. Оннан бір болады, иә. Ал енді деп отқанымыз жаңағы біздегі 50-ден 17. Орындарына қой жіберетін болсақ, қалай болады екен? 10-нан 1 көбейтілген кері айналады ол бізде. 17-ден 50, қысқаратын орнында 5 қалады. 17-ден 5 болайын деп тұр ма? 17-ден 5. Жақсы. Келесі қосайық. Так, бізде 21-ші есеп, иә? Ұмытпасын. Тригонометриялық теңістік келіпті. Бұлай болса бастайық. Так, мынаны екеуі бірдей болып тұр, сондықтан а деп алсақ, жаңа айнымалы енгізіп. Сонда синус квадрат а минус синус а кіші немесе тең нөлден. Жақшының сыртына шығарып жіберейік. Синус а минус 1. Бұл жерде мына түбіріміз нөлге тең, мынадан түбіріміз 1-ге тең болып тұр ғой, былайша айтқанда. Аралық қосатын болсақ, 0 мен 1-дің арасында жатайын деп тұр ғой, иә? Синусымыз. Солай ма? Яғни а-ның мәні. А-ның мәні 0 мен 1-дің арасында жатайын деп тұр. Сонда синус а 0-ден үлкен, синус так, а 1-ден кіші болады. Немесе тең. Осы жүйені шешсек жеткілікті. Немесе мынаны былайынан орындарына қойып алайық. Синус аргументтің орнында сен мына сан тұр. Мына жерде деп жаза салайын. Тең кіші немесе тең. Так, мына жағдайды мына жерге жазсақ. Арк 0-ден үлкен болғанда арк синус 0 плюс 2 пи к кіші немесе тең x бөлінген 2 минус пи бөлу 4 кіші немесе тең пиден алып тастаушы едік қой. Арк синус 0 плюс 2 пи к. Так, мына жерде бізде 2 пи к кіші немесе тең x бөлінген 2 минус пи бөлінген 4. Так, пи азайтылған, мына нөлімізде 0 болады ғой, жалпы. Плюс 2 пи к деп ала салайық. Екі жағына пи бөлінген 4-ті өткізіп жіберетін болсақ, x бөлінген 2 қалады. Так, пи бөлінген 4 мынаған қосылған жағдайда 5 пи бөлінген 4. 5 пи бөлінген 4 плюс 2 пи к. 2-ге көбейтіп жібереміз. Сонда пи бөлінген 2 плюс 4 пи к. Жерде x қалады. Мына жерде 5 пи бөлінген 2 плюс 4 пи к. Деген жауапты аламыз. Бұл бірінші теңістіктің жауабы. Екінші теңістіктің жауабын астына жаза берейік. Так, 1-ден кіші болып тұр. 1-ден кіші болғанда бізде минус пи деп болып жатыр ғой. Минус пи минус арк синус 1 плюс 2 пи к кіші немесе тең x бөлінген 2 минус пи бөлінген 4 кіші немесе тең арк синус 1 плюс 2 пи к. Так, минус 1 синус қай кезде 1-ге тең еді? 90 градус дейтін, яғни пи бөлінген 2 плюс 2 пи к. Аргументтің орнында аларын жазып қоя салайық. Пи бөлінген 2 плюс 2 пи к. Так, мына жерде минус 3 пи бөлінген 2 болайын деп тұр. X бөлінген 2 минус пи бөлінген 4. Так, пи бөлу 2 плюс 2 пи к. Екі жағына пи бөлінген 4-ті өткізіп жіберетін болсақ, так, 2-ден береміз. Сонда минус 5 пи бөлінген 4 плюс 2 пи к болайын деп тұр. X бөлінген 2. Мына жақта 2-ден берсек, 2 пи, пи, 3 пи бөлінген 4 болайын деп тұр. Плюс 2 пи к. 2-ге көбейтіп жіберейік. Сонда минус 5 пи бөлінген 2 плюс 4 пи к
кіші немесе тең x-тан, ол кіші немесе тең 3π бөлінген 2 плюс 4πk. 4πk. Енді екеуін қиылыстыратын болсақ, аралыққа салайық. Так, мына осында болайын. Минус 5π бөлінген 2, содан 3π бөлінген 2 дейін, так, 3π бөлінген 2 мына жерге болады шамамен. Екінің арасын бояп қояйық. Бізде мына жауап беріледі қой қазір. Енді мына жауап. Так, 90 градус дейді. Пи бөлінген 2, ол бізде 3π бөлінген 2-ден кіші ғой. Пи бөлу 2-ден 5π бөлінген 2 дегеніміз, так, 95-ке бөлсек 450 градус. Мына жағы еден болып тұр ғой. Арасында жатыр. Мұнда қиылысқан жері бізде пи бөлінген 2 плюс 4πk кіші немесе тең x-тан, одан 3π бөлінген 2 плюс 4πk-ға дейін. Немесе интервал түрінде де жазып қойса болады. Пи бөлінген 2 плюс 4πk, 3π бөлінген 2 плюс 4πk. Онда k тиісті z-ке. Келесі есепті алсақ, 22 есеп бола ма? 22 есеп. Бізде логарифм келген екен, логарифмдік теңістік. Так, логарифмдік теңістікті не дейді? Мынау аралықты а деп алатын болсақ, логарифм 3-тен 1 негізді, а бізде 0-ден кіші. Яғни 3-тен 1-іміз бізде 0 мен 1-дің арасында жатыр ғой. Сондықтан теңістік белгісі ауысады да бізде. Яғни а үлкен 0-ден болады. Да, былайша айтқанда. Болмаса былай жазайық. А үлкен 3-тен 1-дің 0 дәрежесінен. Осы дұрыс болады ғой. Сонда а бізде 1-ден үлкен болып тұр. Енді не істейміз? Енді осының өзін логарифм 2 негізді x квадрат минус 3x плюс 4 бөлімді x минус 1 0-ден кіші отырмына. Мұндағына 2-іміз бізде 1-ден үлкен. Сондықтан теңістіктің белгісі сақталады. Сонда x квадрат минус 3x плюс 4 бөлімді x минус 1 2-нің 0 дәрежесі ол дегеніміз, яғни 1 болады ғой. 1-ден жасылайын. 1-ден кіші болады. 1-ден кіші болады. Так, 1-ді мына бетке өткізіп жіберейік. Топтауыш көбіткіш береміз. Сонда x квадрат, так, минус 4x болайын деп тұр. Плюс 1 плюс 5 болады. X минус 1 0-ден кіші. Да? 0-ден кіші. Бізде мынау бұның мәні. Бұның мәні қалай болады? Мына жерде мынау 0-ден үлкен болушы еді ғой. Мынау 0-ден үлкен болушы еді ғой. Анықталу осында қойған жағдайда, былайша айтқанда. Так, мына дұрыс жазып қойыңызшы. Теңістіктің белгісіне мән бермеппін ғой. Так. Осылай болмай ма? Екінің 0 дәрежесі 1 болды. Так. Қалай болды өзі? Бізде мынаның 0 дәрежесі 0 дәрежесі. Так, үші дұрыстап жазып берейін. 3-тен 1-дің 0 дәрежесі бізде 1 болып тұр. Онда мына теңістіктің белгісі былай қарай кері барып қауысқан.
Енді дұрыс болған сияқты ма? Мгм. Так, мына жерімізді есептегенде. Так, бір болды. Бір болғанда логарифм екі негізі бар ғой. Екінің бір дәрежесі ол бізде екіні беріп тұр, иә? Аха, енді енді дұрысталды ма? Так, сонда 2х, так, біздің мынауымыз 5х болады. 6 болады. Дұрыс па? 6 болады. Так, мынадан түбірлерді шығарсақ, 2 мен 3, мынаған, так, екеуінде таңбасы плюс болады екен. Нәтижесінде түбіріміз 1. Сонда интервалға салатын болсақ, 1, 2, 3. Так, 4-тен беріп жіберсек, 4-тен берсек квадраты плюс, жалпы плюс болады екен. Түбірлер қайталанып тұрған жоқ. Бізге плюс аралық керек, иә? Қиын аралық. Сонда 1 мен 2-нің аралығы, бір бөлінде 3 пен плюс x-тің аралығы ғой. Еще бізде бір жағдай қалып кетті, анықталу болса. Анықталу болсын, біз мынадан табамыз. Тексеріп көрейік. Мында x квадрат минус x плюс 4, x минус 1. Бізден нөлден үлкен болу керек. Енді біз бөлшектің алдынан ветпен болмаса дискриминантпен шығарсақ, бізде дискриминантымыз теріс сан шығып тұр ғой. Нөлден кіші. Так, яғни нөлден кіші болды. Бізде мынау бөлшектің бөлімінде x минус 1-іміз нөлден үлкен болады, иә? Так, бірден үлкен, яғни бірден үлкен сандарды қабылдайды дейді. Бірден үлкен сандарды қабылдайды. Бірден үлкен сандар бізде мына аралық. Аха, дұрыс жатып тұр. Яғни бірден үлкен сандар баяғы кетіп тұрған осы аралықтарды қабылдайды, яғни плюс аралықтарын. Жақсы, олай болса 23-ші есепке ауысайық. 23-ші есеп не дейді? Тригонометрияға байланысты бір есептер келіп еді. Мынау келді. Тригонометриялық теңдеу келді. Мен мына жерден бірден бүйтіп шығарғым келіп тұр. 2 косинус квадрат x дегеніміз 1 минус синус квадрат x еді ғой. Яғни осылай алмастырайық. Мынаны жазып қоя салайын. Плюс, так, мына жақта да жазып қоя салайық. Плюс 3-ті өткізіп жіберейін. 0. Сонда 2 минус 2 синус квадрат 8х плюс 4 синус 8х плюс синус квадрат 8х плюс 3. Мына екеуі минус 1-ді береді. Яғни минус синус квадрат 8х плюс мынаны жазып қойсам 4 синус 8х плюс 5. Яғни минус 1-ге көйітіп жіберсек синус квадрат 8х минус 4 синус 8х минус 5. Так, мынаны а деп алатын болсақ, синус квадрат 8х-ті а квадрат минус 4а минус 5 тең 0-ді беріп тұрады. Так, мына жерде мына минус 5, 1 болады. Жоқ, наоборот. 1-ге минус береді екенбіз, иә? 1-ге минус береді екенбіз. Сонда қоятын болсақ, синус квадрат 8х, а біріміз 5. Так, синустың мәні минус 1 мен плюс 1-дің арасында жату керек, яғни мәндер болсын, яғни 5 содан үлкен. Демек, бұл теңдеудің мәні жоқ. Келесі мәнді қояйық, минус 1-ді. Так, 8х тең, синус квадрат деп ғой, квадрат емес бізде. Жаңа айнымалымыз синус 8х еді ғой. Так, минус пи бөлінген 2 плюс 2 пи-к. Солай ма? 8-ге бөліп тастайық. Сонда x тең минус пи бөлінген 16 болады. Плюс пи-к бөлінген 4 болайын деп тұр ғой, иә?
тиісті есепке. Иә. Так. Бізде 25 есеп болу керек. 20-ші есепті бітірдік. Енді екі есеп қалды, сонда қарап тұрсақ. Интегралға байланысты есеп келді. Так, не дейді? Жаңа айнымалы ретінде мынаны белгілеп ал дейді. Не істесек болады? Так, былай қылайық. Интеграл x квадрат плюс 4x плюс 4 болса, мысалы, одан x плюс 2-нің квадраты шығайын деп тұрмын. Так, одан азайтамыз. 3-ті ғой, былайша айтқанда, сонда бізде мына 1 шығады. X плюс 2 түбірастында x. Сонда бізде мына былай ойындап тұр. X плюс 2-нің квадраты азайтып 3 болып тұр ғой, былайша айтқанда. Так, осыны көбейтеміз, түбірасты x плюс 2 x. Енді x плюс 2-нің орнына t квадратты қой дейді. Мына жерге t квадратты қойып жіберсек, не болады? Так, мына жерге t квадратты қоямыз. Сонда интеграл мынау квадратты квадраттаймыз ғой, t-ның 4 дәрежесі минус 3. Бізде мынау t квадратпен мына түбіріміз кетеді, t болады. Көбейтілген бізде бір жағдай қалып кетті. Яғни бізде мына жерде x-ті тауып алуымыз керек еді ғой. Мына жерден x-ті тауып алсақ, t квадрат минус 2 болады. Так, осы жерде екі жағын дифференциалдап жіберсек, яғни dx болады, тең 2t болады. Сонда мына dx-тің орнына мен 2t-ны қояйын деп тұрмын ғой. 2t, t. Так, көбейтіп жіберетін болсақ, 2t квадрат, ол мынаған көбейтілгенде x-ің бүйтесік, алдына шығарып жіберсем, алдына шығарып жіберсем болады ғой. Алдына шығарып жіберсем. Так, мына t квадрат, мынамен көбейтсек, t-ның 6 дәрежесі болайын деп тұр ғой. Мына жерде 3t квадрат болады. T. Так, енді интеграл табатын болсақ, t-ның 6 дәрежесі деген ол бізде t-ның 7 дәрежесі бөлінген 7 болады. Минус 3 көбейтілген t куб. Мына жерде 3 пен 3 кетейін деп тұрмын, сонда 7-тен 2 t-ның 7 дәрежесі минус, яғни қалай болады? Мына 2 мынаған бөлініп тұр бізде. Былай алайық. Вот. Мынаған бөлгенде мынау шықты, мынамен мынаған бөлетін болсақ, 2 t-ның 3 дәрежесі плюс болды, есепті аяқтап қалдық. Сонда t квадраттың орнына біз x плюс 2-ні қойып шығатын болсақ, сонда мына жерге тең 7-тен 2 t-ның 7 дәрежесі дегеніміз бізде ол қалай болады? X плюс 2 7 дәрежені квадраттаған жағдайда 2 бөліп тастаймыз. Дұрыс па? Так, 2 мына t-ның орнына x плюс 2-ні қоямыз. Яғни 3-ті 2 бөліп тастаймыз. Плюс болды. Осымен 24 жүземіз аяқталды. Жауабы осылай болады. Келесі бізде соңғы есеп. Так, 25 есеп не дейді? 25 есеп. Функция берілген. B нүктелері арқылы өтетін түзілме шектелген жазық фигураның ауданын тапты. Яғни есіп табу керек. Графигін сызып алсақ болады. Бізде мына x1, мына y1.
мынау x2, мынау y2 деп алайық. Мына функцияға так, кесте құратын болсақ, қаншадан береміз? Минус 1 берейік. Так, минус 1 берсек, минус 4, минус 1, минус 5 болады, иә? 0 берейік, 0 берсек, 0. 1 берсек, 1, так, 4, 1, 3 болады. 2 берсек, 8, азайту 4, 4 болайын деп тұр ғой, иә? 3 берейік, 12, азайту 9, 3 қалады. 4 берсек, так, 16, азайту 16, 0 болайын деп тұр ғой. 5 берейік. 5 берсек 20, азайту 25, яғни минус 5. Қайталамай жатыр, сондықтан біздің параболамыз дұрыс жақ деген ойдамыз. Мына жерге x, y көшін сызып алайық. X, y көшін. Так, минус 1 берсек, минус 5 дейді. Минус 1, минус 2, минус 3, минус 4, минус 5. Так, 0 берсек 0. 1 берсек 3 дейді. 1, 2, 3. 2 берсек, так, цифр жазбай ақ қояйын. 2 берсек 4 дейді. 4 мына жерде. 3 берсек 3. 3-іміз 1, 2, 3 мына тұрған. 4 берсек 0 болады. 5 берсек минус 5 дейді. Шамамен мынандай бізде парабола шығайын деп тұр ғой сонда. Мындай парабола. Мынандай парабола шығып тұр. Енді А нүктесі 4-те 0. Так, 4-те 0, А нүктеміз. А нүктеміз 0-де 4 дейді. Так, ол мына тұр. Осы екі нүктені қосып шығатын болсақ, бізде мынандай түзу сызық шықты ғой. Енді осылармен қиылысқан мына жердің ауданын табу керек қой бізге. Бізде мына функция бар. Енді мына функция керек. Мына функцияны табу үшін бізде мынандай формула беретін. X азайту x1 бөлімінде x2 азайтылған x1. Сол сияқты y азайту y1, y2 азайтылған y1. Ja, бізде мыналар белгілеп алдық. Так, x азайту x1-іміз 4-ке тең, x2-іміз 0-ге тең, x1-іміз 4-ке тең. Тең y тұрады. y1-іміз 0, y2-іміз 4, y азайтылған y1-іміз 0. Сонда x минус 4 бөлімінде минус 4. Мына жақта алымда y, мына жер бөлімде 4. Так, қарама қарсы көбейтіп жүрсек, пропорция әдісімен. Сонда минус 4 y тең. Так, екі жағында 4-ке бөліп салуға да болар еді ғой, мейлі. 4x минус 16. Минус 4-ке бөліп тастайық. Сонда y тең. Так, мынаны 4-ке бөліп алсақ. Так, былай жаза берейік. Мейлі. 4 минус x деген түзем шықты. Бұл бізде екінші функция. Екінші функция. Бізде бірінші функция мынау. Яғни бірінші функциядан екінші функцияны азайтамыз. Енді мынау қиылысқан мына нүктелерді табу керек қой бізге. А, Б нүктелерін. Демек y1-ге y2-ні теңестіре саламыз, иә? А, Б нүктесі, яғни төменгі жоғарғы шектерін табу үшін. 4x минус x квадрат тең 4 минус x. Так, сонда қалай болады? Барлық мына бетке өткізіп жіберетін болсақ, минус x квадрат плюс 5x минус 4. Минус 1-ге көбейіп жүрсек x квадрат минус 5x плюс 4, иә? 1 және де 4. Сонда бізде A 1-ге тең, B 4-ге тең. Ал енді
енді не істейміз? Так, есті табайық. Төменгі шегіміз 1, жоғарғы шегіміз 4. жоғарғы функциямыз бізде 4х минус х квадрат еді. Осыдан алып тастаймыз төменгі функцияны, мына функцияны. Яғни минус 4 плюс х болады. Былай айтқанда х. Так, 1 мен 4. Қалай болады? Минус х квадрат плюс 5х минус 4х. Солай ма? Енді бұлардың алғашқы функциясын табатын болсақ, яғни интегралдасақ, минус х куб бөлімінде 3 плюс 5х квадрат бөлінген 2 минус 4х. Бірден 4-ке дейін. Орындарына қоятын болсақ, мен мына графикті өшіре тұрсам, графикті өшіре салайын. Ал енді 4-ті қоятын болсақ, минус 4-тің кубы бөлімінде 3 плюс 5 4-тің квадраты бөлімінде 2 минус 4 көбейту 4. Так, 1-ді қойып шығамыз, ол азайтылған. 1-дің кубы бөлімінде 3 плюс 5 көбейту 1-дің квадрат бөлімінде 2 минус 4 көбейту 1 болады, иә? Так, минус 3-тен 64. Мына жерде 16 2-ге бөлсек 8, 15-ге бөлсек 40 болады. Минус 16. Так, мына жерде минус 3-тен 1 плюс 2-ден 5 тұра берсін, минус 4. Так, минус 3-тен 64, мына жерде плюс 24 қалайын деп тұра. Бұлайына есептелік, мынаған 2, мынаған 3 бере салайық. Мынаған 6 берейік. Так, 6, яғни минус 2 плюс 15 минус 24 тең минус 3-тен 64 плюс 24 минус бізде қанша болды мына жерде? Так, 6, мына екеуі минус 26. 26-дан 15-ті алып тастайтын болсақ, 11 қала ма? Так, 13. 13 минус 11, иә. Так, сонда бізде мына жеріміз плюс болып кетейін деп тұр, бірден плюс болып кетеді. Мынаған 2 беріп жіберейік, 6 өтетін. Сонда 6 минус 128 плюс 11 плюс 24. Так, сонда минус 6-дан 128-ден 11-ді алып тастасақ, қанша болады? 7, 1, 1 плюс 24. Мынаған 6 берейік. Плюс қанша керек қой бізде? Минус 117 плюс 120, 44. 144 болады. Так, 6, 144-тен 17-ні алып тастайтын болсақ, қанша болады? 7, так, мына жерде 3, 2, 27. Плюстан шықты. Так, бұлар 3-ке қысқарады. 2, мынада 9. Немесе 4,5 квадрат бірлік шығады екен. Құрметті білім осымен бұл вариантты аяқтадық. Есептер түсінікті болды деген ойдамыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.